Мынадай 6 түрлі әйелге үйленбе. Бірінші, ауырмаса да ауырған болып көрінетін әйел. Ол үнемі ыңыранып, күнде мазасы болмай ауырып жүреді. Ағайын туыстың үйінде жиын той бола қалса, ол аяқ астынан ауырып қалады. Күйеуінің достары қонақ болып келсе де, басын таңып, ухлеп отырады. Көңіл күйі болмаса, дегені орындалмай қалса, ауырып тұрмын деп, теріс қарап жатады. Сондай-ақ, ауруын күнде санап, күйеуінің есіне салып, миын аштады. Қысқаша айтқанда, күміс қатын күнде ауру, жаман әйел түнде ауру. Екінші, міндетшіл әйел. Әр ісін міндетсініп отыратын әйел. Оның тамақ істегені де, ерте тұрғаны, тіпті 2 қабат болғаны да міндет. Тамақ істесе, оны өзі де жейді. Баланы тек күйеуі үшін тумайды. Ол өзіне де керек. Үйін тазаласа, сол шаңырақта өзі де тұрады. Бірақ ол бұны ұқпайды. Барлық әйелдің үндемей-ақ зыр жүгіріп істеп жүрген жұмыстарын. Сен үшін ананы істедім, мынаны істедім. Сенің анаңның киімін жудым. Сенің балаңды көтеріп жүрмін деп, күйеуіне күнде түнде айтып, міндет қылудан шаршамайды. Бірақ сәл қимылдаса, шаршағанын айтып шыға келеді. Бұндай әйел егер күйеуінен көбірек табыс табатын болса, еркектің басына әңгір таяқ ойнатып, ата-енесіне өктем сөйлейді. Үшінші, бағалауды білмейтін әйел. Оның көп сөзі салыстырудан тұрады. Күйеуінің құрбыларының жұбайымен, баласын абысынының немесе көршілерінің перзентімен, өмірін басқаларыныкімен салыстырып отырады. Пәленшеге тұрмысқа шыққанымда, қазір өмірім басқаша болар еді. Егер сенің досыңның әйелі болсам, ол сұранған жағыма жіберер еді. Оның әйелі неткен бақытты деген секілді, күйеуін ашуландыратын, көңіл күйді түсіретін сөздерді өмірінің соңына дейін таусылмайды. Бұндай әйелдің көңілін табу өте қиын. Қанша жерден жақсы болуға тырыссаңыз да, көп табыс тапсаңыз да, еңбегіңізді бағаламайды. Төртінші, көрсе қызар әйел. Ол әр нәрсеге, әр кімнің өміріне, мүлкіне бір қызығып, өзінде барға көңілі толмайтын әйел. Басқа әйелдердің өмірін аңдаймын деп, өз отбасына көңіл бөлмейді. Ең жаманы, тез қызығып, тез жалығады. Сондықтан да, ол құрбысының үстінен көрген көйлекті бүгін сатып алса, ертең әпкесініңкіндей киім кигісі келеді. Шамасына қарамай, әр үйге кірген сайын, көрген пәленшенікіндей жиһазды, ыдысты алып бер деп, күйеуіне тыныштық бермейді. Тағы бір жаманы, ол қай жерде жаңа мейрамхана, жаңа саябақ ашылса, баруы керек, көруі қажет. Мұндай әйелдің күйеуі қарыздан көз ашпайды. Оның өмірі әйелдің киімге, жылтыраған дүниеге, мейрамхананың дәмдасына тойдыру жолында өтеді. Бесінші, өзін ғана ойлайтын әйел. Ол күн ұзағына бет-аузын бояп, сәнденумен әлек болады. Мәселелерді жоқты міндетті түрде дастархан басында ас ішіп отырғанда айтады. Сонымен қатар өзгелерге тоң теріс болып, көбіне жеке отырып тамақ ішеді. Бұндай әйел тек өзін ойлайды, күйеуіне жаны ашымайды. Өзінің сұлулығы мен жан рахаты үшін еш нәрсе аямайды. Күйеуінің басына бұлыт үйірілсе, оп-оңай тастап кете салады. Алтыншы, өтірік сөйлейтін әйел.
оны бірден тануға болады. Ол кербезденіп, жасанды сөйлейді, және сөзі көп. Әрине, көп сөйлегені жаман емес ау. Бірақ психологтар көп сөз өтірікке бастайды дейді. Ал өтірік сөйлеуге әбден дағдыланған әйел сатқындыққа да, опасыздыққа да бара алады. Үйленген жастарға некең баянды болсын деген тілек айтылады. Түсінген адамға бұдан артық бата жоқ. Ал ата-ана үшін перзентінің басы екеу болып, отау тіккеннен асқан бақыт бар ма десеңізші. Бірақ та ата-ананың үміт тілегін, бақыттың бағасын білмей, тіл табыса алмады, бір-бірімізден шаршадық деп, ажырасып кетіп жатқандар аз емес. Осы орайда барлық ұлтта жақсылық пен жамандық та, соғыс пен татулықтың да ұйытқысы әйел екені айтылады. Олай болса, жігіт жар таңдағанда қателеспегені дұрыс-ақ. Әрине, қыздың жаманы жоқ, бірақ әйел болғанда өзгеріп, еркекті шаршатып, жүнжітіп жіберетіндері де болады екен. Бұл 6 түрлі әйел некеде бақытты болмайды. Бұл жоғарыда айтылған 6 түрлі әйел некеде бақытты болмайды деген сөз емес. Тек еркектің өмірін ойрандап, тозаққа айналдырып жібереді деген сөз. Оның жүйкеңізді жұқартып, мінезіне көніп қартаясыз. Ал шыдай алмасаңыз, ажырасып кетесіз. Ең жаманы, бұл екі жол да берекелі емес. Бірақ бұндай 6 түрлі әйелді қыз күнінде тану қиын емес. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген сөз бар. Құрметті ерлер қауымы, басыңыздағы жарыңыз, сүйіктіңіз, өзіңіздің таңдап алған жарыңыз. Ендеше, жарыңызға жылы сөзіңіз бен махаббатыңызды аямаңыз. Өміріңізде сонда еш қиындық болмайтыны сөзсіз. Ең бастысы, жан жарыңыздың ішкі әлемін түсініп, оған әрдайым назарыңызды аударсаңыз, өмірде барлығы жақсы болады. Соған сеніңіз. Ерте ме, кеш пе, әр адам құшағында өзін бақытты сезінетін, жаны жай табатын, көңілі тыншитын адамға жолығады. Сол кезде көзі қай түсті бойы қанша екені маңызды болмай қалады. Ең бастысы, сен оның өмірінде қандай орын алатынын ғана мазалайтын болады. Әрбір жетістікке жеткен ер адамның артында әйелдің шексіз махаббаты тұрады. Сондықтан да әрбір отау құрған ер азаматтың, жастардың бақытты болуы, жан жарын адаспай табуы, ол өте үлкен бақыт. Барлық адамға сол бақытты сезінуді Аллам бұйыртсын.